Ассалаумағалейкум достар, мен бірге Азекен ғой арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге шын өмірдегі мына қызбен байланысқан Аманда саяхатшы деген қорқынышты, ішіне жын кірген ойынды айтатын боламын. Видеоның барлық жері қорқынышты, қызықты, өте маңызды сәттерге толы, сондықтан да видеоны термей, үзбей соңына дейін көріңіздер. Және видео басталмастан бұрын подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкта басып қойыңыздар. Мұқият тыңдаңыздаршы, сіздерден өте үлкен өтініш, менің екінші арнамада тіркеле кетіңіздер. Ол Казонимус арнасы. Мен ол жақта өзім туралы қызықты реакциялар, қызықты қорқынышты видеолар, тіпті осы жақта көрсететін қорқынышты ойындарға стримдар, видеолар түсіретін боламын. Екінші каналымның ссылкасы описанияда немесе комментарийде болады. Алдыңғы видеоның керемет комментариялары видеоның соңында, ал біз видеомызды бастаймыз. Бұл Сэм Колтон, Аманданың бас қалаушысы, яғни Аманданы ойлап тапқан адам. Ол сұхбат бере отырып, өзінің асыранды қызын жиі-жиі әңгімеге қосты. Аманданың осыған қарап ойлап табылғанын және болашақта Аманда осы қыз болатынын айтты. Аманда басында ойын емес, теледидарлардан көрсетілетін кішкентай балаларға арналған шоу еді. Дәл Дара саяхатшы мультфильмі сияқты. Осы жерден ақ ойынның шын өмірмен байланысып тұрғанын білеміз. Сэм Колтонның шоуы қатты танылғаны соншалық, оған Хэмилен студиясы предложение, яғни ұсыныс жасайды. Олар Аманда саяхатшы шоуын ремейк жасап, 3D анимациондық сериал және 3D ойын жасауға оны келістіреді. Осы жерден бастап қызықтың да қорқыныштың да барлығы басталады. Аманда саяхатшы ойынының бірінші версиясы 3 қана бөлімнен тұрды. Және мен сіздерге қазір сол 3 бөлімді де айтып көрсететін боламын. Ойынға кірген кезде 3 бөлімнің кассетасы және кішкентай ғана телевизор тұрады. Біз бірінші кассетаны алып телевизорға саламыз. Осы жерден Аманда саяхатшы ойыны басталады. Бізді ең алдымен Аманданың өзі және жанындағы қой досы күтіп алады. Аманда бізге қарап, мен алманы қатты жақсы көремін, ал сен ше деп сұрайды. Сол кезде бізге жауабымызды жазу үшін осындай жер шығады. Біз ол жерге yes, яғни иә деп жазамыз. Аманданың жанындағы қой, бірақ менің алмадан аллергиям бар деп айтады. Оған қарамастан Аманда бізге алманы сатып алу үшін дүкенді табуға көмектеседі және біз дүкеннің үстін басамыз. Дүкенге кірген кезде шабдалы мен алма тұрады. Аманда бізден алманы таңдауымызды, яғни жазатын шыққан жерден Apple алма деп жазуымызды сұрайды. Осылай ойынның бірінші бөлімі бітеді. Сосын алдымыздан Аманданың қой досы шығып, осындай түрмен бізге келіп, ойынды жалғастырмауымызды өтініп сұрайды. Қой бізге сөйлеп жатқан жерден әңгіме үзіліп кетеді. Тағы да қойдың қасынан Аманда шығып, бізге сәлемдейді. Және ол апасына ет апару керектігін айтады. Ал қой болса, апаң мүлдем ет жемейді ғой деп айтады. Аманда оған игнормен ешнәрсе демей қоя салады. Енді біз Аманданың ет алу үшін ет магазинін Амандаға таңдап беруіміз қажет. Ет магазинін таңдаған соң Аманда оның ішіне бізді шақырады. Ет сататын дүкенге кіргеннен соң экранда осындай дақтар шығып, ойын қуа бастайды. Ал Аманда болса бізге ет алу үшін шыққан жазатын жерден ет, яғни мейт деп жазуымызды сұрайды. Сол кезде қой қатты қорыққан түрмен жазба деп бізге көрсетеді. Ал біз сонда да мейт, яғни ет деп жазамыз. Сол кезде етті жай турай бастайды. Амандамен қойға назар аударайық. Аманда күліп тұр, қой қорқып тұр. Аманданың жүзінен күлкі кетіп, жай басын қойға бұрады. Сосын ойынның соңғы бөлімі басталады. Жерге назар аударып қарайтын болсақ, қойдың тек қана жүні жатқанын көреміз. Яғни Аманда қойды өлтіріп тастаған. Аманда бізге үйге кіргің келіп тұр, үйді таңда деп айтады. Біз үйді таңдаймыз. Аманданың түрі қорқынышты болып, осындай күлкімен бізден есік тақылдат дейді. Біз есікті тақылдатамыз. Сол кезде Аманда осындай қорқынышты нәрсеге айналады. Біз ешқандай сөз жаза алмай қаламыз. Сосын ойын осындай қорқынышты бір нәрсенің суретімен аяқталады. Сіздер осымен Аманда ойынындағы қорқынышты оқиға бітті деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ жоқ. Аманда ойынның ішіне кіріп кеткен шайтани нәрсе туралы мен әлі айтқан жоқпын. Ал егер Аманданың емес қойдың айтқанын істеп, таңдама деген жерде таңдамай, жазатын жерлерде қате жазып, басқа нәрселерді таңдасақ не болады екен? Мысалы, бірінші миссияда біз магазинде емес, басқа нәрселерді таңдай берген кезде Аманда бізге ұрысып ашуланады. Аманда ұрысып ашулануын 2 рет қайталайды.
және үшіншісінде басқа нәрсенің барлығын алып тастап тек қана магазинді қалдырады. Біздің магазинді таңдамаудан басқа ешқандай да амалымыз қалмайды. Жарайды, ал екінші миссиядашы. Екінші миссияда алманың орнына Apple емес, басқа сөздерді жазсақ не болады? Ол кезде де Аманда бізге 2 рет ұрсады. Ал үшіншісінде сіз клавиатураны баспай жатып, Аманда өзінен өзі Apple деген сөзді жазып жібереді. Мына жерде де сол нәрсені істеп көрейік. Ет магазинін таңдаудың орнына балмұздақ магазинін таңдасақ не болады? Біз 2 рет балмұздақ магазинін таңдаған соң Аманда балмұздақ магазинін ойыннан алып тастайды. Яғни тек қана ет магазинін қалдырады. Мүмкін осы жерде еттің орнына басқа нәрсе жазсақ тоқтататын шығармыз. Аманданың түріне назар аударыңыз. Біз басқа нәрсе жазған кезде Аманда қатты ашуланады және өзі тағы да meat деген сөзді жазады. Ал бұл жерде бәрі қорқынышты бола бастайды. Біз үйді емес басқа нәрсені таңдауға тырысамыз. Бірақ сонда да Аманда ол нәрсені алып тастап, бізге өте жаман қорқынышты көзбен қарайды. Үйді бас деп талап етеді. Бұл жерде де есікті емес басқа нәрсені баса берген соң Аманда қатты ашуланып тек қана есікті қалдырады. Ал есікті басқаннан соң Аманда тағы да қорқынышты бір нәрсеге айланып ойын аяқталады. Бұдан түсінетініміз Амандадан қашып құтыла алмаймыз. Біз не істемесек те Аманда бәрібір өз айтқанын істеттіреді. Осы жерде енді ойлайтын шығарсыздар қорқынышты оқиға бітті деп. Жоқ, болды енді басы. Әрі қарай Аманда ойынының жаңа версиясындағы жалғасын біз білмейміз. Сонымен қатар ойынның қалай шын өмірмен байланысқанын, шын өмірдегі Амандамен не болғанын және Сэммен не болғанын да білмейміз. Сондықтан да бұл Аманда ойыны туралы қорқынышты оқиғалардың басы. Ал мынау өткен видеодағы керемет комментариялар көбісі видеоға шыға алмай қалған үшін ренжіп жатыр екен. Сіздерді видеоға шығара алмай жатсам кешірім сұраймын, себебі сіздің жандарыңызда да комментариялар өте көп. Сіздер видеоға шықпасаңыздар да, мен әрқайсыңыздың комментарийіңізді оқып, әрқайсыңыздың аттарыңызды да оқимын. Мен барлықтарыңызды жақсы көремін. Комментарияларыңызға лайк басып, жауап та беріп отырамын. Осымен достар, видеомыз соңына да келіп қалды. Видеоны алған болса, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкта басып қойыңыздар және керемет комментарий жаза кетіңіз. Егер керемет комментарий жазсаңыз, келесі керемет видеоға да керемет комментарийіңіз түседі. Осы ойынның жалғасын шығар десеңіздер, онда осы видеоға 500 лайк жинап тастаңыздар. Сонда міндетті түрде осы ойынның жалғасын шығарамын. Сіздермен бірге болған Азекен ғой арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.